Киноиндустрия өсіп жатыр Қазақстанда. Қайтып ораламау деймін, мына бой что-то. Марсельжан. Марсель мне говорит. Салам алейкум, Марсель. Bu video müracaatım sanga. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим, ассаламу алейкум, Өзбекстан. Иә достар, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Еркебұлан Тоқтар бойды тастайын ба деп ойланып жүр, ал Марсельге барлығы вызов тастап жүр. Марсель бәріне жауап беруде қалай ерінбейді екен түсінбедім. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Киноиндустрия өсіп жатыр Қазақстанда. Қайтып ораламау деймін, мына бой что-то. Короче, смотрю, что происходит, да, вот в просторах поп ММА. Знаешь, за многих ребят я как бы рад, да, молодцы в любом случае, да, там где-то преуспевают. Но и в то же время понимаю, в каждой организации есть свои проспекты, свои чемпионы. Я знаю, как строится вот эта вся система жесть, поэтому кто-то там мне говорит, Марсель мне говорит, якобы у меня пороха нету. Я тебя схаваю вообще. Просто жесть, ты моя жертва, Марсель. Это я тебе так говорю, как есть. Иркин Булат, вообще вот тоже там. На самом деле очень много, да, есть бойцов, которые, я считаю, что я вас просто раскатаю. Поэтому организации все, которые там есть, я знаю, что вы здесь мутите, поэтому мне не надо сыпать. Я сам вам насыпаю, поняли? Салам алейкум, Марсель. Bu video müracaatım sanga. Davay ikkalamiz chista rubka qilamiz. Men tayyorman. Xod boksdan, xod quvachkadan. Bitta men seni to'xtata olaman. To'xtar senga hech qanaqa narsa ko'rsatib bera olmadi. 2 yil trenirovka qiladim, 2 oy trenirovka qiladimmi, u to'xtar. Men Rustam gangsterman. Ben senga Anvarbek ventilyator emasman yoki Kamil emasman. Hattogidir Indeslar bilan meni ravnay qilmagan. Men chiqaman, gapirgan har bitta gapimga javob beraman. Davay ikkalamiz urushamiz. Chisi sportivniy interes, men seni hurmat qilaman, dasturni baysan. Men sen bilan chisi urushib ko'rmoqchiman. Ikkalamiz ham aktualniy bo'lib turibmiz. Hozir samimiy populyarniy bayis SNGda kim nomer 1 krashligini ikkalamiz isbotlab qo'yamiz aktualda. Marcel, bu video müracaatım sanga. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим, ассаламу алейкум, Өзбекстан. Рустам Гангстер деген вызов таштаптыр. Чисто спортивный интерес дейт. Мен сыйлайм, Марсель сыйлайм дейт. Чисто спортивный интерес. Сенің вызовыңы принимать еттім. Лигалар берсе смело. И ал айтат, любительскийде мастер спорт бокс болгон, мен чемпионат Өзбекстанды уткам дейт. Мен ойлойм, Өзбекстандын чемпионатын утса, ал адам уже чемпион мира дегенде. Почти чемпион, олимпийский чемпион дегенде. Өзбекстанды оңойчулук менен анча-мынча боксер утуш кыйын деп ойлойм, чемпионат Өзбекстанды. Вызовду принимать этем, Рустам Гангстер. Мына Азиз братан турнир өткөзүп атат. Эгер желаниең болсо ошого койсо, ошого, болбосо башка лигаларга, любой лигага. Бир убакта экиден вызов принимать этем, неге дегенде очередьте өтө көп адам вызов таштады, ошол себептен. Экинчиси, Короче, смотрю, что происходит, да, вот в просторах поп ММА. Шамиль Галимов, он хочет со мной выйдет клетка. Ну, я думаю, Шамиль Галимов не слабый. Мастер спорт бокс, по-моему. Ну, если выйдет со мной, ему тяжело будет, потому что у него порох нету. Я ему сказал, ты уже старый, у тебя порох не остался. Он сказал, не, я с тобой готов выйдет, я тебя отправлю в нокаут, туда-сюда. Шамиль Галимов, давай, если лига поставить, я тебя уроню. Так что полный газ. Ну, конечно, я не боксер. Постараюсь каждый бой выиграть. Ну, я думаю, иншалла, выиграю тебе тоже. Так что, достор, колдой кеткиле. Эки вызовты бирден принимать этпесем, а так очередьте адамдар өтө көп. Каждыйын принимать этишим керек. Так что, колдоп тургула, Кыргызстан алга. Полный газ. Мен сен үшін дұға жасаймын намазда. Рахмет, братан. Кредитке басып қазақтың түсіріп, сен жалғыз көтеріп алсың да оны. Рахмет. Суретке де түскен жоқ, просто соны айтуға келіп тұр. Алла разы болсын, амин. Жақсы, аман болыңыз. Алла разы болсын. Зоқ бургердің достар точкасы мына жерде. Достық көшесі. Мынау Аль-Фарабидің көшесі. Мына жерде рейс қаласы, анау тұрмыз. Понедельникке қаймыз деді ғой балдар. Біз ешкімге айтпай келіп алдық, мына жерде жабық тұр екен. Туя қарны ашып тұрған кезде тура напротив тұр ғой, мына донер Набая. Бургер ашқаннан кейін донер Набая рекламаң не болды дейді адамдар. Ол донер, бұл бургер. Мысалы бүгін мен донер жеуге желанием ашылып тұр да. Донерда фаворит менде
Донер на абая. Бургерда фаворит болмағаннан кейін мен бургер аштым. Балалар келгенше жүріп отырып жеп алды. А, кеп. Маған ассортиге рулка берсінші. Один арыз. Айырып жіберейік. Қаншама адаммен амандастық бір сұртын болайыншы бұл. Маған ұнайтын мына белый соус. Мынаны дайындап қоясың. Сәл бүйт шығып тұрады дейші. Бес тістеп бітіп тастайтын сияқты. Жизнь удалась қойғыш. Біз донер жегілерін кезде донер абай. Бургер жегілерін кезде бургер. Кешеде абай ұрдыңыз ғой брат ана? Кеше сүйемді де донер на абай жеді. Олар қинағым келмеді, ана балаларға істеді. Қойып алдық енді кеттік. Мынандай кукла бар ғой аға? Мысалы, аппақ красок. Таза киеді екенсіз қой, Кіріп қоймыңдар. Кіріп болмайды, уайымдамай. Таза жағын өсіресің. Рубашкаларыңызға да болады шығар? Аха. Кән. Мынау кір болды ғой. Мынау кір болып қалды ғой. Таза жағын сүрте салсайын. Көрсең су тиіп қалды да сол. Су тиіп қалды мына. Мынандай ғой мынау ше? Құртылды ғой мынау. Не? Мынандай болып тұрады мына. Денсаулыққа зиян жоқ мына ше? Жасыл өнім ғой. Мынау кроссовкаға зиян ғой, денсаулыққа зиян емес. Мысалы, мына қара. Мынандай ғой. Не? Мынау не қылды? Тап-таза еді ол жағы. Кір жағын сүрте. Ана тряпканың кір жағы тиіп қалған ғой. Бля. Мына өзі не сатып жүргендерін білесіңдер ма өздері? Мынау не мынау? Конечно, Ануарбек түсінсе болады, неге дегенде ал чал көп сөйлей тұрған болып қалған. Ассаламуалейкум, Кыргыз елім. Бәке, азыркы учурда чисто Кыргызстандын жаратылышында эс алып жүрөбүз. Эрке булан Мальдивага барып эс алса, биз таза мына Кыргыз эс алабыз. Таза өзүбүздүн мындай кооз жерлерде. Достор, билесиңер, өтө көп вызов таштагандар көп болуп атат. Арасында ким? Ануарбек Мачуатыр менен Кипиш. Экөө тең менден утулган. Мындай списокко жазыптам да, эки адамга бирден жооп берем деп. Кипиш менен Ануарбек Мачуатыр. Конечно, Ануарбек түсүнсө болот, неге дегенде ал чал көп сүйлөй турган болуп калган. Алжып калган. Ануарбек ММАдан утулуп калып кулачка деп атат. Кипиш грэпплингден утулуп калып кулачка деп атат. Мындай кылайлы. Ануарбек, Кипиш бир лигага айткыла, бир күнгө коюлсун. Турнирдин башында, анан аягында чисто интересный болот. Мындай эч жерде болбогон турнирди биз кылайлы. Ошондой эле лигалардан сурайм, экөөнү бир турнирге коюп бергиле. Экөөнү бир кулачкадан чисто. ММА же грэпплингден чыкса, экөөнү шанс жок. Экөөнү тең 30 секунд уткан. Так что лигаларга айта бергиле, менде эч неме жок. Полный газ 24кө жети даярбыз. Билесиңер, бизде задний жок. Любой менен, любой правилада главный чекти койсо, биз даярбыз. Так что Кыргызстан алга. Достар, біздегі съемка болайын деп жатыр. Телефонға түсіре салам деп ойлағам, бургерларды. Кино түсіретін кәдімгі команда, мен қанша жыл бірге істеп жүрген адамдар ғой енді. Бургеріңа рекламаны тегін түсіріп береміз. Брат, қай жерге барайық деп тұр ғой. Кеше звондады ғой, иә? Кеше өзіміз бүгін түсіреміз деп ойладық. Телефонға орынтай бар, түсіре саламыз деп. Брат, кино қылып түсірейік та, бізге төлеудің қажеті жоқ, бізге бургеріңді берсең болды деп тұр ғой, прикинь. Қазір енді кәдімгі светобаза, үлкен кәдімгі кино түсіретін команда келейін деп тұр. Главный рөлда бұл жол мен емес, бургер да. 10 бургер түсіреміз қазір. Сонымен қазір түнімен түсіретін сияқтымыз. Одан кейін именно тамақ түсіретін режиссерлар бар екен, солар келеді. В общем, дайындық қазір басталып жатыр. Так, достар, мынаны детально түсіру үшін мынандай макрообъективпен түсіреді. Ари ғой кәдімгі. Негізі кино түсіретін адамдар негізі. Мен бургер түсіруге келіп тұрмын. Сериалдарды бұндай камераға түсірмейді. Sony деген камерамен айналып. Вот я здесь катаюсь уже. Короче, бұлар мені қатты жақсы көреді да, қатты сыйлайды. Сол үшін тегін келіп тұр ғой. Мен бірақ ешкім ақысын жемеймін да. Бұлар негізі бұдан қайда, мына жерде 500 тақ деген. Әлдеқайда көп алады смена аш. Бірақ олар от души келіп тұрғаннан кейін мен де мынаны от души группаға. От души деген адамдарға мен де от душимын. Так, достар, понедельник ашыламыз бұйырса. Осы понедельник. Демалып 3 метр наружунен көріп, кәдімгі кайфовать етіп отырмын ғой ше. Арасында телефон көресің ғой, автоматым әдет болып қалғаннан кейін өзім рилстарын қарап қоямын, БМФ-қа претендентпін ғой деген ше.
пойыз керек деген өз көріп комментарий оқимын ғой енді. Жақсы отзывтар бар ма, негатив бар ма, поддержка бар ма, бүйтіп, короче, қарап отырсам, бір апта бұрын маған Марсель комментарий жазып кетті. Оны енді көріп отырмын, жігітше айтайыншы. Султанов ММ, БМФ деп сұрақ белгісін қойып кетті да, короче. Типа БМФ-қа претендентпін ғой, мен төбелесейін деген сияқты. Ол претендент емес біріншіден, мен қаншама бой жасадым Октагон лигада, қаншама еңбектендім, травма болды, одан кейін шығып қайтадан төбелесіп сөйтіп жүрмін да, былай қарасаңшы. И списокті көрсетейін, жалпы кім бірінші орында тұр. Пойызды ұстап тұрған Марсель емес ше. Пойыз басқа жігіттен. Камалдин Хасанов дейді бірінші орында, екінші орын Арнур Қабдолдаев, үшінші орын Дамир Рахимжан, төртінші орын Адилхон, бесінші Огабек, алтыншы Жасырбек, жетінші орында Марсель ғой. Марсельжан аман есен бүйтіп Сұлтанға звондап, братан бойға шығайыншы десе, хотя бір үшінші немесе төртінші орынға көтерілсе, сол кезде қызық болады да, сен мен бойш. Сен бәріне қызық шығарсың, конечно, сен маған қызық емессің. Маған қызық БМФ пойыз. Мен бұйыртса БМФ пойызға барып, төбелесіп тұрсам, пойызды алсам, арғата көреміз, сен де оңға дейін төбесіп кетіп шығарсың. Пока мен уже 1-2 размер келмей тұр да маған пойызға, 1-2 размер жаңағы, 1-2 бой деген сөз ғой, вообще. Адилхонмен либо Камилмен төбесіп тастағаннан кейін уже пойызды аламын, Құдай қаласа. Сосын арғата көретін боламыз. Үшінші, төртінші орынға көтерілсең, бәлкім қызық болып қаласың. Пока қызық емессің. Негізінде енді ата қазақ қырғыз бір туған. Қазір маған 3 метр надур не қызық та, соны көріп сайын енді бұйырса мешает етпеші. Сен лайк басып, комментарий жазып, рилстарға кішкене мен ақылатымды көтере беремін от души. Иә достар, не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Кім жеңеді, Мұхит Амантаев па немесе Марсель ме, Еркебұлан Тоқтар ма немесе Шафқал ма? Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Қош аман, сау болыңдар, тіркелуді ұмытпаңдар.